Амансыздар ма балалар, қалдарың қалай? Балалар, бүгін біз мынандай бір есеп қарастырайық. Қарыш зымыран айға ұшып келеді. Ай мен жер массаларын центнерлерін қосатын түзудің қай нүктесінде зымыран ай мен жерге бірдей күшпен тартылады. Біз балалар есептің берілгенін жазып қойдық, өйткені бұл бәрі тұрақсыз шама. Жердің массасы, айдың массасы, жердің радиусы 6400, айдың радиусы 174 000 километр, ал жер мен айға дейінгі арақашықтық 384 000 километр. Енді бірінші жердің зымыранға әсер ететін тартылу күшін жазып қояйық балалар. Ж ем жер көбейтілген ем жер плюс бірдің квадраты. Суретке қарап жаза саламыз балалар. Енді ай үшін жазайық балалар. F2 Ж ем ай көбейтілген ем ай плюс 2-ның квадраты. Есептің шарты бойынша теңдік сол жағы тең, оң жағы теңдеп ары қарата өрнектеп шығарайық балалар. Ж ем жер жер плюс 1-дің квадраты. Ж ем ай плюс 2-ның квадраты. Тұрақты шамаларды қысқартып жіберейік. Массалары бірдей, гравитациялық тұрағын қысқартып жіберейік. Қалғанын жазайық өрнектеп. Ем жер плюс 1-дің квадраты. Ем ай плюс 2-ның квадраты. Бұл таза математика болып жатыр, балалар. Ем жер ай жер плюс 1-дің квадраты. Ай плюс 2-ның квадраты болады. Бұл 5-ші теңдеу. Енді оң жақтағы квадраттан құтылу үшін сол жағын туғрасына кіргіземіз. Жеке туғрасына кіргізейікші балалар. Ем жер бөлінген ем ай жер плюс 1 ай плюс 2. Балалар, бізде 2 белгісіз екен. Енді есепті сұлбасын осындай да пайдасы еді. 2-ні қарайық балалар. Жерден айға дейінгі арақашықтық бар, 384 000 километр деген. Енді 2-ні өрнектеу үшін 2-ден 1-ді ала саламыз. Енді осыны 7-ші теңдеуге, 6-ші теңдеуге жазайық. Жетіншіні туғрасында ем жер ай үстінде жі үсті өзгермейді. Енді астын жазамын, балалар. Ай, енді 2-ның орнына минус 1-ді жазамын. Енді біріне-бірін көбейтейік балалар. Өйткені бізде енді 1 ғана белгісіз болып қалды. 1 шығаруымыз керек қой. Жер плюс 1 көбейтілген туғрасында ем ай, туғрасында ем жер, жақшаның ішінде ай минус 1. Енді жақшаны ашайық балалар. Туғрасында ем ай көбейтілген жер плюс туғрасында ем ай көбейтілген 1. Екеуін енді осы жақшаның ішін ашып жазайық. Туғрасында ем жер, ана ай плюс 1 деп жаз қойық та, минус туғрасында ем жер көбейтілген, бізге 1 ғана керек қой балалар.
1. Мына 1-ді оң жаққа шығарайық та, мынаны 1-ді сол жаққа шығарайық та, мына физикалық шаманы оң жаққа шығарайық. Өрнектеп жазайық. Турасында м ай 1 қосу турасында м жер 1. Турасында м жер ай плюс минус турасында м минус турасында м ай көбейтілген жер. Бұл бірінші теңдеу болсын. Енді 1 жақшаны сыртына шығарып жіберейік. 1 турасында м ай қосу турасында м жер. Оң жағын өзін өзгертпей жаза саламыз. Турасында м жер ай плюс минус турасында м ай көбейтілген жер. Бұл 12-ші теңдеу. Осыдан 2 таба салайық. 1-ді таба салайық балалар. 1-ді турасында м жер ай плюс минус турасында м ай көбейтілген жер. Турасында м ай плюс турасында м жер. Бұл біздің 13-ші теңдеу. Енді осы теңдеуге қарасақ балар, жердің айдың массасы бар, жердің радиусы бар, айдың радиусы бар, және жер бетінен айға дейінгі арақашықтығымыз бар. Бәрі белгілі екен. Енді осыны балар өздеріңіз асықпай орнына қойып шығара саласыздар. Мен бірден жауын жаза салайын. 346 мың километр жерде зымыранға әсер ететін жер мен айдың тартылыс күші бірдей болады екен. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңдар.